Өткен сабағымызда трубамен жасалатын ручканы жасап үйренген болатынбыз. Енді трубасыз жасалатын өте әдемі ручканы үйрететін боламыз. Сушы палочкаларды бөлмейміз бұл жерде. Бұл жерде ұзын-ұзын күйінде қолданамыз. Турбаға ештеңеге бекітпейміз. Бұл ең оңай жол жасалу. Ручканың асығысы қазір түсуі мүмкін. Сол кезде осыны жасасаңыздар болады. 16 штук бамбуковый палочканы қолданамыз. Енді дәл осылай ешқандай бұны қимаймыз, кеспейміз қазірше. Теп лентамыздың ішке қарап тұрған іш жағын қолданамыз. Осылайша міне үшкір жағын емес, мынандай домалақ жабық жағын пайдаланамыз. Қолымыздың үстіне дәл ортасынан қойып, баспырмамызбен басып, айналдырып, сәл теп лентамызды артықтау етіп шығарып аламыз. Одан кейін баспырмамызбен майыстырып, төменгі бағытқа қарай осылай тарту арқылы жабыстырамыз. Осылай соңына дейін жасаймыз. Осы жерге дейін жасасаңыздар болады. Ар жағында 1 сантиметр алса ештеңке қылмайды. Өйткені біз бұл артық жерін қазір қиып тастаймыз. Дәл осылай 16 палочкамызды орап шығамыз. Осы 1 сантиметрде жерін кесіп тастаймыз. Мынандай болып тұру керек. Барлығын солай жасаймыз. Енді міндетті түрде осы нелеріңіздің, букеттеріңіздің жиналып тұрған жерін теп лентамен жүргізіп шығамыз. Тек қана мынау қазір астынан әдемі болып пластмастар емес, как живой сияқты, сабағы сияқты көрініп тұру үшін осы теп лентаны қолданамыз осы жерде. Және де жылжып кетпес үшін. Ең соңғысын қатты тартып, қолдарыңызбен жабыстырып жібересіздер. Осылай жасап аласыздар. Енді келесі кезекте түбіне бос жерлерге оң бағытта, яғни оңға қарай қисығынан мына таяқшаларымызды орналастырып шығамыз. Қолымызды жібермей ұстаймыз, сонда таяқшаларымыз қозғалмайды. Қаттырақ ұстаймыз қолымызды. Міне, осылай. Кейіннен жөне басыр, қазірше орналастыру бізге ең маңыздысы. Енді ара-арасына жасап жүрсе, ара-арасына былай салып жүрсеңіздер болады бұл орынға. Тоже бұл жерде қатып қалған қағида жоқ. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай жасай бересіз. Бізде енді 2 штуқты сыйдыруымыз керек. Немесе 15 штук қылып алсаңыздар да болады. Бас бармаққа саламыз. Айналдырып алып келіп, бас бармақтың үстіне жіберіп, жаңа ішіндегі қалғанын алып шығарамыз сыртқа. Содан кейін сұқ саусағымызды қоямыз. Үстінен 2 рет немесе 1 рет айналдырасыздар. Міне, жаңағы алып келгеніміз сұқ саусаққа ілеміз.
және астынан осылай орап шығарамыз. Қаттырақ тартамыз, жібереміз. Енді дұрыс емес жерлерін жасаймыз. Қазір өз аяғында букет тұру керек. Қатты ұзын болып кетпеу керек, сәл кіргіземіз ішке қаратай. Қойып тұрып, дұрыстасаңыздар болады. Барлығын бірдей қылды. Қараңыздар, өте әдемі. Енді бізде келесі жұмыс сыртынан лентамен жүргіземіз. Мынау айвари түсті болғандықтан мен айвари түсті лентаны таңдадым. Немесе ақ түсті таңдасаңыздар да болады, бірақ кішкене мынау кіршең болып көрініп қалады. Сондықтан айвари түсімен жасаған дұрыс болады. Қаласаңыз, мынандай розалардың аппақ түстілері де болады. Сонымен жинасаңыз болады букетті. Түбі былай тұрады. Түбі осылай болады. Ұстағанда да өте әдемі. Қараңыздар, өте әдемі. Қалыңдықтар асығыз, той басталайын деп жатқан кездерде олар сіздер в наличии тұрған букеттерді алып кете береді негізінде. Сондықтан осылай дайындап қойғандарыңыз өте жақсы болады. Дәл осы резинкамыздың үстінен лентамызды жабыстырамыз. Айналдырып орап алып келіп, тағы да клей жағамыз. Тағы да орап шығамыз. 2-3 рет орап шыққандарыңыз дұрыс болады, өйткені резинкаңыз көрінбеу керек. Аяқтаймыз қазір. Осы жерге клейімізді жағып аламыз. Қатты ұзын до конца жібермеңіздер, клейдің көлемінен асып кетпеу керек, лентаның көлемінен. Не болды? Енді осы жерден қиып тастаймыз лентамызды. Енді артық клейлерін алып тастайсыздар. Клейлер көрініп қалмау керек, мынандай ұзын жіп сияқты. Міндетті түрде бұл ыстық клейден осындай ұзын жіп сияқты болып түсетін болады. Сондықтан теріп тастаңыздар оны. Жабыстырамын, мынандай ойыншақ жабыстырамын. Қазір сіздерде бұлар болмаса, тек қана осылай қалдырсаңыз да болады, немесе қалсаңыздар да болады. Постоянно керек болғандықтан бір рулон алып келсеңіз, 1,5-2 теңге тұрады, зато көп букетке жетеді. Бізге бұл бутонеркаларға, яғни ұл жолдас, қыз жолдас тағатындарға міндетті түрде керек болады. Сондықтан алып қойғандарыңыз дұрыс. Мен қазір мынандай 4-еуін ғана кесіп алдым, 4 моншағын. Енді осыны қазір жабыстырамын. Міне осылай кішігірім ғана, өте әдемі. Осындай букетіміз дайын болды. Мыналардың барлығын енді осылай дұрыстап жібересіздер. Ең бастысы, міне біз 2 түрлі ручканы жасап үйрендік. Мына ручка бізде мынандай букеттерге кетеді. Ұстағанға ыңғайлы. Кейбіреулер осындай жинақы ручкалар сұрайды, ал кейбіреулер мынандай европейский стильде, как живой букеттердің ручкасы сияқты осындай ручкалар таңдайды.